Баршаңызға қайырлы күн. Және бүгін мен Алматы қаласында орналасқан орталық мемлекетте музейде тұрмын. Және менің оң жағымда орналасқан алтын адам болып табылады. Алтын адам бұл Қазақстан тарихының ең көрнекті және ең атақты жәдігерлерінің бірі болып табылады. Алтын адамның табылуы оны зерттеген Кемел Ақышевтың ғұмыр бойы зерттеген ізденісімен байланыстырылады. Кемел Ақышев қазақ археологияларының негізін қалаған тұлғалардың бірі, тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының ғылыми еңбек сіңірген қайраткері және де герман археология корреспондент мүшесі болып табылады. Кемел Ақышев 1924 жылы Павлодар облысы Баянауыл кентінде дүниеге келген. Балалық шағы қиыншылыққа толы болғанымен, оның білімге, ғылымға деген құштарлығын арттырған Қаныш Сәтбаевқа өле-өлгенше өзінің рахметін айтып өткен. Ол Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университетінде білім алады. 1950-1955 жылдары Кемел Ақышев Қазақ ғылым академиясының аспиранты, одан кейін кіші және аға ғылыми қызметкері болып табылады. 1955-1990 жылдары Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих, этнология, археология институтында археология бөлімін басқарған болатын. Ал 1991 жылдан бастап Әлкей Марғұлан атындағы институттың басты меңгерушісі болған екен. 1954 жылдан бастап Кемел Ақышев Жетісу, Оңтүстік Қазақстан, Солтүстік Қазақстанды археология экспедицияларымен зерттеген болатын. Және де оның көрнекті еңбектерінің арасында осы алтын адам туралы, отырар туралы, орта ғасырдағы Қазақстанның қалалары туралы және де қазақ хандығы туралы зерттеген болатын. Бозоқ қалашығы Астананың батыс бөлігінде орналасқан орта ғасырлық қоныс. Оны 1998 жылы археолог Кемел Ақышев Бозоқты көлінің шығыс жағалауынан тапқан. Оның қасында орналасқан алтын адам, яғни алтын адамды 1969-1970 жылдары археолог Кемел Ақышевтың бастауымен Алматы қаласының маңындағы Есік обасынан табылған болатын. Яғни бұл жерде жас көсемнің мүрдесі табылған болатын. Кейбір деректер бойынша бұл Ақсүйек патшаның ұлы, немесе патшаның өзі, немесе жас сарбаз деп айтылады. Бұл жерде Есік обасының жалпы көрінісі, Мұртты обаның жалпы көрінісі, үшінші суретте обаның жоспары және көлденең қимасы, ал төртіншісінде қатардағы сақтың қабірі бейнеленген. Антропологиялық зерттеулер бойынша алтын адамның жасы 16-17 жасты құрайды, ал бойы 65 сантиметрді құрайды екен. Ол алтынмен кестеленген бас киім киген. Бас киімінің сантиметрі 70 сантиметрді құрайды және онда таутеке, арқар, жылқы, барыс, құс бейнелері бар деуге жуық алтын әшекей орналасқан болады. Қызыл былғары шапаны мен шалбары мыңдаған алтын пластиналарымен көмкерілген болып табылатын. Тіпті шалбардың іші де сырты да алтынмен сәнделген болатын. Жалпы бұл жәдігерлер Жетісу жерінде мекендеген сақтардың мәдениеті мен өнерінің, дүниетанымының, мемлекеттік өркениетінің дамығанын дәлелдейтін болып табылады. Және де оның әшекейлері атақты аң стилімен жазылған болатын. Киім мен әшекейлердегі жануарлар бейнелері сақтардың табиғатқа, аңшылыққа және мал шаруашылығынан деген дүниетанымын көрсетеді. Ақышев қола және ерте темір дәуірлерінің мәдениетінің кезеңдерін мерзімдеуді анықтаған болатын. Яғни көне Қазақстан тарихының негізгі тұжырымдамаларын жасауда белсенді қатысқан екен. Оның зерттеулері орталық Азия мемлекеттері жүйесінде ежелгі Қазақстанның орнын айқындауға елеулі үлес қосқан екен. Сонымен қатар Ақышев Еуразия ұлттық университетінде археология кафедрасын ашып, жас зерттеушілерді тәрбиеледі. Ол Қазақстанның ғылым саласында парасат орденімен, сондай-ақ құрмет және жеңіс ордендерімен марапатталған. Міне тұрған осы алтын адамның жанында тек бір адамның жетістігі ғана емес, тұтас бір ұлттың тарихы тұр. Кемел Ақышевтің еңбегі арқасында Қазақстанның ежелгі өркениеті әлемге танылды. Сақ мәдениеті мен өнері бүкіл әлемге белгілі болды.